Адольф Гитлер. Адамзат тарихындағы ең ірі геноцидтердің бірін ұйымдастырған тиран демократиялық елде қалай билікке келді? Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяғы. 1918 жылы Антантаның сәтті шабуылынан кейін Германия жеңілген түсініп, соғысты аяқтаған бітімге қол қояды. Кайзердің билігі құлдырап, елде толқулар мен ереуілдер тарала бастайды. Коммунистік төңкерістен қорыққан ірі партиялар тәртіпсіздіктерді басу үшін бірігіп, Веймар республикасын құрады. Жаңа үкіметтің басты міндеті Антантаның шарттарын орындау болды. Жер аумағының 10%-нан айырылып, әскерді таратып қана қоймай, Германия соғыс үшін жауапкершіліктің бәрін өз мойнына алып, репарация төлеу керек болды. Бұл оның онсыз да әлсіз экономикасын одан сайын нашарлатты. Ұлтшылдар мен соғыс ардагерлері үшін бұның бәрі Германияның абыройын аяққа басумен тең болды. Олар саясаткерлер мен оппозиция әскерге опасыздық жасамағанда соғыстың жеңіспен аяқталатынына сенді. Гитлердің де ойы сондай болған. Ол бар кінәні еврейлерге тақты. Оның сөздері антисемиттерге толы неміс қоғамында үлкен резонанс тудырды. Бұған дейін Германияда жүздеген мың еврей тұрғанымен, көптеген немістер оларды әлі күнге дейін бөтен көрді. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін немістермен салыстырғанда еврейлердің бай болуы олардың нағыз сатқындар деген жалған айыпқа әкелді. Бұл қастандық теориясы деректердің негізінде емес, қорқыныш, ашу-ызаның негізінде құрылғанын айта кету жөн. Дегенмен Гитлер оларды өз пайдасына асыра білді. Ол кішігірім ұлтшыл партияның мүшесі болып кіреді. Шешендік өнерінің арқасында партия басшысына айналып, біраз жұрттың алдында сөйлей бастайды. Антисемитизм мен популизмді үйлестіре отырып, нацистер коммунизмді де, капитализмді де әшкерелейді. Олардың ойынша бұның бәрі еврейлердің Германияны жою мақсатында құрған жүйелері. Алғашқыда нацистік партия танымал болған жоқ. Сәтсіз төңкерістен кейін оларға тыйым салынып, Гитлердің өзі түрмеге қамалынады. Бірақ ол түрмеде бір жыл ғана отырып, шыққаннан соң партияны бірден қалпына келтіре бастайды. 1929 жылы ұлы депрессия басталады. Америка банктері Германиядан капиталын қайтарып алғанда, неміс экономикасы бір түннің ішінде құлдырайды. Сол кезде Гитлер халықтың ашуын пайдаланып, Германияның бұрынғы даңқын қайтаруға уәде береді. Биліктегі партиялар бұл дағдарысты шеше алмады, ал оппозициядағы коммунистер ішкі дау-жанжалда болды. Міне сол кезде көңілі қалған халықтың біразы нацистерге бет бұрады. 2 жылдың ішінде олардың парламенттегі үлесі 3%-дан 18%-ға артты. 1932 жылы Гитлер президент сайлауына қатысты, бірақ соғыс батыры генерал фон Гинденбургтен жеңіліп қалды. Дегенмен, сайлауда дауыстың 36%-ын алып, Гитлер халқының қолдауына ие екендігін көрсетті. Келесі жылы Гинденбургтің жақтастары Гитлерді канцлер етіп тағайындауға көндірді. Канцлер жай ғана әкімшілік лауазым болғанмен, Гитлер біртіндеп өзінің билігін күшейте бастайды. Оның жақтастары қаруланған топтар құрып, оппозицияны көшелерде ойран қылады. Гитлер Германияны коммунистерден тек нацистер ғана сақтай алады деп халықты сендіреді. 1933 жылы жас коммунист Рейхстаг ғимаратын өртеген үшін сотталды. Гитлер бұл оқиғаны пайдаланып, үкіметтен төтенше билік талап етеді. Бірнеше айдың ішінде ол сөз бостандығын жойып, басқа партияларды таратып, еврейлерге қарсы заңдар қабылдайды. Гитлер өзіне бәсекелес болуы мүмкін жақтаушылардың бәрін тұтқынға алып, өлім жазасына кеседі. Келесі жылдың тамызында президент Гинденбург қайтыс болғанда, ендігі жолы жаңа сайлаудың болмайтыны айдан анық болды. Ең қызығы, алғашқыда Гитлер билікке келу үшін репрессияларды қолданған жоқ. Ол тек жұрттың үрейі мен ашуын пайдалана білгенінің нәтижесінде адамдар нацистерге өздері бет бұра бастады. Сол арада елден қалмау үшін кәсіпкерлер мен ғалымдар да Гитлердің партиясына кіреді. Олар өздерін Гитлердің соғыс риторикасы тек сыртқы әсер үшін ғана қолданылғанына сендірді.
Нацизм баяғыда құрып кетсе де, Гитлердің билікке келуі бізге ескерту болып қалды. Ол тобыр мен оның үрейін пайдалана алған саяси көшбасшының алдында демократияның қаншалықты әлсіз екендігі жайлы ескерту.